지금 왔어요 벌써. 왜? Мынадай былай осылай отырдық, осылай өсіп отырамыз, өйстіп, иә, қазір жаным міне өйстіп отырғызамыз, қазір қараңыз, өйстіп отырады, қорқады себебі, қазір қараңыз, мына аяғын созып жібереді, әне, міне созайын деп қорықпаймыз, мен бармын ғой жан, міне, жарайды, аға ғой, аға, болды, міне осылай отырды, мына аяғын созып жібереді, қанша не істесек созып жібереді, сосын бүйтіп еркелейді. Еңбек дегенде былай қазір шақыршы Бико, кел, Дұрахман кел. Қараңыз, ана аяғын сүйрететін қараңыз, міне мына екпін істейсіз. Тек мына жақтары көп келгенде осы жағы, қалың келгенде осы жерлерінде. Бірақ қатты былай тартылып не істемейді, нормально. Просто солай өзі дағдыланып қалғанда. Бір жас оңай ма? Бір жас оңай. Неше сөйлем біледі бала? Сөйлем білмейді. Сөйлем білмейді, аға дейді, әке, ана. Жоқ, сөйтіп айтқан сияқты бола ма деп ойлаймыз ғой өзіміз, бірақ сөз ана. Балада ментальный нарушение бар ғой? Мидың дамуы не ғой? Кішеуілдеген кішкене задержка бар да балада, дамуында да. Потому что аяғын былай сөйреткеннің өзінде белгілі сөйлей алмағанның бала. Екі аяғы, бір аяғын тұрамыз. Ментальный нарушение бар. Тұрамыз сосын. Сіз басқа жақтан келіп жатсыз ба? Өзім оралдым. Өзім оралдым. Оралдан? Просто оказывается учиться. Кабинет ашып жұмыстырдым да, сәл де, анан қара, де. Де, ай, молодец. Молодец. Айта алмағанын айтып жатыр. Айта алмағанын айтады осылай. Деп көп айтады шынымен де. Деп айту керек. Буындар дыбыстары шығарып жатыр. Көбісі деп айтады, сосын аға деп көп айтады. Үзіп түсір Бико, аша алмай қаламыз. Selam dostlar, mындай балаларға арналған массаждар жасап жатырмын.